Достар, саламатсыздар. Достар, саламатсыздар ма, қалайсыздар? Біз бүгін өзіміз марафонды жалғастырамыз. 24:09 нұсқаны талқылайтын боламыз. Достар, талқылау бастамас бұрын сіздерден өтініш, мен видеоларымызды қарап жатсаңыздар, сіздерге кішкентай бір пайдасын тигізіп жатса, лайк, комментарий басып, достарыңызды бөлісіп отыруларыңызды өтінемін. Потому что бұл алгоритмдер менің видеоларымның таралу ауқымына өте қатты әсер ететін алгоритмдер. Сосын достар, тағы бір өтініш, араларыңыздар бір YouTube-тың алгоритмдерін түсінетін, YouTube-тегі видеолардың таралу ауқымына қандай алгоритмдер әсер ететін адамдар болса, пожалуйста, мен неме жазып жіберіңіздерші. Инстаграмыма, телеграмыма или астына комментарий ретінде ше, қандай кеңестер бересіз, в общем, канал дамуға. Каналым что-то дұрыс дамымай жатыр, или мен что-то креатив онша емес болып жатыр, түсінбей жатырмын, қайсысы болып жатқанын. Өтініш достар сіздерден. Комментарий, лайк, достарымызбен бөлісіп. Так, басайық оны достар. 24:09 нұсқа. Так, вот келесіміз бетімізді ашайық. Судың бөлшектерінің тербеліс периоды 2 секунд, ал қатарлас толқындар арасында қашықтық 6 метр, толқындардың таралу жылдамдығы. Қатарлас толқындар арасындағы қашықтық. Так, қатарлас толқындар деп өркештерін айтып тұрмекен болар, нелерін айтып екен. Параллель толқындар деп айтқан шығар. Демек, достар, жылдамдықта бұның формасы бізде вот тең лямбда бөлінген период қой, лямбда деген 6, период 2 болса, сол кезде 3 метр бөлінген секунд болып тұр, достар, окей? 3 метр секунд деген жауапты белгілейміз. Кинетикалық энергиясы 16 джоуль, импульсі 8 килограмм метр секунд деген жылдамдығы дейді. Так, достар, бізде кинетикалық энергияның формасы қандай еді? mv квадрат бөлінген 2 ғой. Мен бұны жасылам, былай жасам болады ғой. v бөлу 2 деп ше, v квадратты. Сол кезде мұнаны мен осы mv деген p-ны береді ма, импульс, сол кезде мен бұны pv бөлінген 2 деп алсам болады. Сол кезде кинетикалық энергияның қандай формасы шықты? pv бөлінген 2 деген формасы шықты. Осы жерден бұны тапсам, 2 кинетикалық бөлінген p, 2 кинетикалық 16, p деген так 8, сол кезде қанша болып тұр достарым? 4 болып тұр ма? 4 метр секунд деген жауапты белгілейміз. Жалғастырамыз. Температурасы 10 градус Цельсий. Температурасы 10 градус Цельсий. Массасы 3 килограмм болса, балқыту үшін қажетті жылу мөлшері. Так, нешті балқыту жылуының формасы? Лямбда м орнына қоя саламыз. Лямбда 335 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі, көбейтілген 3 тең. Так, 335 көбейтілген 3 тең. Опа. 1000 5 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Джоуль екен, яғни 1 мегаджоуль деп алсам болады, достар, бар екен жауап. Немесе 1 мегаджоуль десем де болады. Жалғастырамыз. Тербеліс периоды 2 секунд математикалық магниттіктің жиілігі. Формуласы қандай еді? 1 бөлінген период, 1 бөлінген 2, сол кезде 0,5 герц шықтыра жасалған. Массасы 3 килограмм еркін түсіп келе жатқан дененің жер бетінің 3 метр қашықтықтағы потенциалдық энергиясын табыңыз. Потенциалдық энергияның формуласы бізде қандай? mgh. Масса 3, g 10, биіктік 3, сол кезде қанша болып тұр? 90 ба? 90 джоуль. Сол жауап береміз. Жалғастырамыз. Ұзындығы 1 метр көлденең қимасының ауданы 0,1 мм квадрат никель сым арқылы 0,4 ампер ток өтсе, осы сымның ұштарындағы кернеу. Окей, кернеудің формуласы бізде юри ғой, U тең RI ғой. Окей, ал R-дің формуласы ρ L бөлінген S. Екеуін біріктірсем, U-дің қандай формуласы шығады? ρ L бөлінген S көбейтілген I деген. Енді мәндерін қоямын, достар. Мына жерде бір жақсы достар, қараңыздар, коэффициенттер әрқайсысы әртүрлі. Мыналарды миллиметр квадрат, мынау ешқандай айналдырып керек емес. Сразу мәндерін ала береміз, Ро дегенімізде 0,1, ұзындық 1 метр, ауданы қанша еді? Сәрін. Ро деген бізде 0,1 емес екен ғой, Ро деген мынау бізде меншікті кедергісі, мен астын жазылып тұр екен, 0,4. L деген ұзындығы 1, көлденең қимасының ауданы 0,1, көбейтілген I деген 4, сол кезде достар, мен жерден қанша шығып тұр? 14, 16 болып тұр ғой, 16 вольт бірдеме, енді дәрежесін естімеді достар біз, демек 1.6 деген белгілейміз ғой, жасылан. Жалғастырамыз. Шамды электр қозғаушы күші 4,5 вольтқа тең элементтер батареясына қосқанда вольтметр 4 вольтты, ал амперметр тоқ күшінің 0,25 ампер екенін көрсеткен. Батареяның ішкі кедергісіз дейді. Окей, достар, қараңыздар. Жалпы толық тізбек үшін Ом заңының формуласы эпсилон тең I, R плюс кішкентай R ғой. Енді осы жердің достар, қараңыздар, бірінші мәндерін қоямын, 4,5 кернеу болған кезде тоқ күші 0,25 көрсеткен дейді, 0,25 көрсеткен дейді. Сол кезде мына ішінде R плюс кішкентай R болған, Енді достар, достар, мен лучше жақшаны ашсам ыңғайлы болады екен есеп, достар. Жақшаны ашсам, мынаны былай жасам болады, IR плюс I кішкентай R ғой. Енді достар, осы жерде не істесем болады, достар?
үш кедергі сұрап тұр. Енді достар қараңыздар, мынау юри деген формула бар ғой, бізде r мен i-дың көбейтіндісі бізге нені береді? U-ды береді, иә. Ол bisa мына формуланы u плюс i көбейтілген r деп жазып қойсам болады, иә. Все, осының орнына қоя салайын. Эпсилон деген 4,5, u деген бізде 4, иә. Плюс тоқ күші бізде қанша алия? 0,25 көбейтілген үш кедергі. Осы жерін таба салып, мына неғып өткізсем 0,5, иә. Минус өтеді, 0,5 0,25 r болса, r-дың өзі қанша болады? 2 Ом. 0,5-тен 0,25-ке бөлеміз, 2 Ом болады, иә. Окей? Жалғастырамыз. Мәнерлеп сырғанаушы радиусы 50 метр болатын шеңбер бойымен 12 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Мәнерлеп сырғанаушының қозғалысы кезіндегі центрге тартқыш үдеуі. Окей. Достар, центрге тартқыш үдеуінің формуласы қандай еді? V квадрат бөлінген r, иә. V деген бізде 12 квадраты бөлінген радиусы 50 деп тұр, иә. 12 квадрат 144 бөлу 50 тең. Опа. 2,88. Бар ма сонда жауап? Метр секунд квадрат. О, бар екен, иә. Үшігі жұқтай қысек, нақты өзі бар екен. Мырыш пластинаға тоғын ұзындығы 220 нанометр монохроматты жарық түседі. Мырыш үшін шығу жұмысы 4 электронды вольт. Фотоэлектрондардың максимал жылдамдығын табыңыз. Окей. Достар, давайте мен біріншіден 4 электронды вольт шығу жұмысы деп тұр ғой, иә. Осын сразу неге айналдырып тастайын? Джоульға айналдырып тастайыншы. 4 электрон вольт джоульға айналдыру үшін 1,6 көбейткен оның минус 19 дәрежесіне көбейтемін, иә. Сол кезде қанша болады? 6,4 па? 6,4 көбейткен оның минус 19 дәрежесі джоуль болып тұр, иә. Достар, солай ма? Опа, 6,4 дұрыс екен. Все, достар, енді дәл шығару үшін не істейміз? Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуімен шығарамыз, иә. Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі HC бөлінген лямбда тең А шығу жұмысы плюс mv квадрат бөлінген 2 ғой, иә. Все, мәндерін қоямын, достар. H деген бізде 6,63 көбейткен 10-ның минус 34 дәрежесі, C деген 3 көбейткен 10-ның 8 дәрежесі, лямбда деген 220 көбейткен нано деген 10-ның минус 9 дәрежесі. Окей. Тең шығу жұмыс бізде қанша болды? 6,4 көбейткен 10-ның минус 19 дәрежесі болды, иә. Плюс масса деген қанша еді? 9,1 көбейткен 10-ның минус 31 дәрежесі, көбейткен v квадрат бөлінген 2, иә. Достар, енді осыны есептеу керек. Так, мен бірінші мына теңдеуді есептейін, достар, иә. Мынаны есептейін, қанша болатын? 6,63 көбейту 3 бөлу қанша еді? 220, иә. Тең. Опа. 0,9, 0 плюс 9 шығып тұрады, дәрежесін есептесек. Аслында минус 9 үстіне плюс 9 өтеді ғой. Плюс 9 плюс 8, 17 дәреже. 17 минус 34, тоже минус 17 болып тұр, иә. Сол кезде, достар, мына жақтан қанша шығып тұр? В общем, 9 көбейткен 10-ның минус 19 дәрежесі шығып тұр, да. Достар, енді сразу нам неғып өткізесем ше минус өтеді ғой. Сол кезде мен былай жазсам 6,4 көбейткен 10-ның минус 19 дәрежесі тең 9,1-ді 2 бөліп жаза салсам, әлия түсінасыз ғой, иә? Сол кезде мына жерден 4,55 көбейткен 10-ның минус 31 дәрежесі v квадрат шықты, да. It's okay? 9,1 бөлінген 2 деп сразу жазып кеттім. Енді достар, қараңыздар, мына жерде дәрежелері бірдей, иә, негіздері әртүрлі, дәрежелері бірдей. Мына дәрежені жақшаның сыртына шығарсам, жақшаның ішінде 9 минус қанша қалады? 6,4 қалады, иә, 6,4 тең 2,6 екен. 2,6-ны енді мен 4,5-ке бөлемін. Бөлу 4,5 тең 0,57, иә. Бұндай жауап иә, төбеден шығарым қазір. Тоқтаңыз, дәрежесін есептеп алайыншы. Минус 19 плюс 31, оның 12 дәрежесі екен, иә. Дұрыс екен, достар. Осыдан түбір шығарсам, 0,76 дейді, достар. 0,76 көбейткен 10-ның 6 дәрежесі v болады екен ше. Осының жауап бар ма, достар? Иә, 760 километр деп жазсақ болады, достар, бұны, иә. 3 дәрежеге келтірсек, 3-ні 1000-ға көбейтеміз, сол 760, оның 3 дәрежесі болады. Яғни 762. Менде де сондай бөлшектер шыққан, оны жазбадым, иә. Төменде берілген электромагнит толқындарды ұзындықтары бойынша өсу ретімен орналастырыңыз. Бұны орналастыру үшін біздің формуламыз электромагнит толқындар тізбегі қандай еді? Ради, К, У, Р, Г, иә. Ради толқын, интерфа қызыл, көрінетін жарық, ультракүлгін, рентген, гамма. Бұл енді, достар, естеріңізде болса, максимал толқын ұзындығынан минимал толқын ұзындығына қарап орналасқан еді, иә. Енді, достар, өсу ретімен деген сөз, біз минимумнан максимумға жазу керекпіз. Сол кезде гамма бар ма? Гамма бірінші 5 жазылады, иә. Одан кейін рентген бар ма? 1 жазылады, иә, рентген. Одан кейін ультракүлгін бар ма? 2 екен, иә. Одан кейін көрінетін жарық бар ма? Бар екен, иә. Одан кейін инфрақызыл бар ма? Бар екен, иә. Одан кейін инфрақызылдан кейін кім бізде? Радиотолқын бар ма? Бар екен, иә. Сол кезде 512 346 деген бар ма, достар? 512 346, осы жауапты белгілейміз, иә.
Жалғастырамыз. Актив бөлігінің ұзындығы 25 см, өткізгіш индукциясы 0,5 Тесла, біртекті магнит өрісінде индукция векторына 45 градус бұрыш жасай, 1,5 метр секунд жылдамдықпен орнын ауыстырғанда өткізгіштегі индукция электр қозғаушы күші. Так, достар, бұның формуласы қандай еді бізде? БВЛ синус альфа ма? БВЛ синус альфа ғой, иә? Сол кезде есептесек, достар, Б деген 0,5 бізде, иә? Жылдамдық деген қанша еді? 1,5. Көбейтен ұзындық 25 сантиметрді метрге алдырсам, Али апай? 25 сантиметр қанша метр? Ау? 0,25. 0,25 көбейту. Синус 45 достар, төбірасы 2 бөлінген 2 ғой, иә? Немесе 0,7 салып керек еді. Так, есептейміз енді. 0,5 көбейту 1,5. 0,5 көбейту 1,5. Көбейту 0,25. Көбейту... достар, төбірасы 2 бөлінген 2, 0,71 деп алсам болады, иә? Көбейту 0,71 тең. Опа. 0,133 екен, достар, 0,13 деген сөз ғой енді. Сол кезде 0,133 вольт шықты, енді 0,13 деген жауапты белгілей саламыз, хорошо? Жалғастырамыз. Серпілі маятниктік массасы 2000 грамм, шардың тербеліс периоды 2000 грамм деген қанша килограмм болады, достар? 2 килограмм, иә? Серпілі маятниктік тербеліс периодының формуласы 2 порции манты на кастрюле, да? 2 пи төбірасы М бөлінген К. Орындарынан қойса, 2 пи деген 6,28, төбірасында масса деген бізде 2 бөлінген К деген 200, иә? Сол кезде, достар, қанша болып тұр? 2-ні 200-ге бөлсек 0,1, 0,1 төбірі 0,1 ғой. 6,28 0,1 көбейтсек, сол кезде 0,628 шығып тұр ғой, 0,628. Яғни, достар, бұл жерде пи түрінде өрнектеген екен, Али апай, пи түрінде өрнектеген екен. Демек, бұл ше, достар, 0,2 пи деген сөз ғой. Қазір осыны есте көрсе, бәрі сол шығады, 0,2 көбейту 3,14 десек, ол 0,628 өзі шықты. Окей? 0,2 пи секунд деген жауап белгілейміз. Жалғастырамыз. Айнымалы тоқ тізбегіндегі конденсаторда тоқ күші мен кернеудің фазалық ығысуын сипаттайтын нұсқа. Негізі, достар, тоқ күші кернеуден пи бөлінген 2 градусқа озып отырады, 90 градус қой, яғни. Окей? Енді сол жауапты есептейік, то есть табайық. Тоқ күші кернеуден озып отырады пи бөлінген 2-ге. Сол кезде қайсысы келіп тұр, достар? Тоқ күші кернеуден жоқ, тоқ күші кернеуден арта қалады, жоқ, озып отырады. Кернеу, вот, достар, міне, в нұсқасы ғой, иә? Яғни, тоқ күші пиға озса кернеуден, кернеу 90 градус қалып отырады деген сөз ғой. Окей? 90 градус қалып отырады. Радиоактивті өңірде қандай сәулеленуді жүріп жатқан анықтау үшін Аманжан қарапайым құрылғыны қолдан жасауды ұйғарды. Тәжірибе нәтижесінде экранның тек 2 бөлігі боялғанын көрсетті. Демек, өмірде қандай сәулелену жүріп жатыр. Достар, естеріңізде болса, бізде бұл магнит өрісінде ауытқымайтыны, ол бізде гаммасы. Окей? Гамма сәулелену деген сөз. Ой, гамма сәулелену деген сөз. Екінші бөлік ол ешқандай ауытқымайтыны, ол бізде гамма сәулелену. Сол себепті біз гамма сәулеленуді белгілейміз, иә? Так, бар ма? Тек гамма болады. Тек гамма деген сөз. Ал 1 мен 2 болса, ол кезде уже анықтау керек, достар. Қазір қолдармен анықтау керек, либо олар альфа немесе бета болуы мүмкін. Алипа, Алифия? Алипа, осындасыз ба? Айнымалы кернеу 110 вольт тізбекке трансформаторды қосқанда, кернеу 10 вольт кедергісі 1 ом, екінші орамда 1 ампер тоқ жүрді. Трансформатордың трансформация коэффициентін табыңыз. Достар, қайтып тапсақ екен. Достар, в общем, бірінші бөлікте кернеу бізде ол 110 вольт, достар. 110 вольт кернеу болып тұр бірінші бөлікте. Енді екінші бөлікте, достар, қараңыздар. 10 вольт кернеу пайда болып жатыр, еще плюс IR деген кернеу пайда болып жатыр, достар. Жалпы ай деп қояйын, иә? Осындай кернеу пайда болып жатыр, сол кезде бұны есептеп жіберсем, 10 плюс ай деген бізде 1, көбейтілген 1, сол кезде 11 вольт шығып тұр, окей? 11 вольт шығып тұр. Енді бұл екінші жақтың кернеуі, сол кезде трансформация коэффициент формуласы бізде U1 бөлінген U2-да, U1-де 110 болса, U2-де 11 болды ғой. Сол кезде бөлшесі қанша болады? 10 екен. Трансформация коэффициенті 10. Трансформация коэффициенті бірден үлкен 10 болса, демек бұл трансформатор қандай трансформатор? Иә, бірден көп болса, онда ол бәсеңдеткіш, яғни төмендеткіш деп айтамыз ба? Кернеуді төмендететін конденсатор. 800 моль газ температурасын 500 кельвинге арттыру үшін изопаралық қыздыруда 9,4 мегаджоуль жылу берілді. Газдың жұмысы және ішкі энергиясының өзгерісі. Так. Газдың жұмысын табу үшін, достар, А тең мю РТ дей саламыз ғой, иә? Мю деген бізде 800, 8,31, температура 500 екен, иә? Осыны есептесе қанша болады? Так. 800 көбейту 8,31 көбейту 500 тең. Опа.
3.324.000 dostlar. Жұмысымыз 3.324.000. А тең 3.324.000 көбейтілген оның алты дәрежесі джоуль шықты да достар ше. Яғни 3/3 джоуль деген сөз, яғни біздің жауабымыз достар жұмысы және ішкі энергия есептеледі. Осы немесе осы ғой. Енді достар, газдың ішкі энергиясын табу үшін бізде есептеудің аль-апай артыру үшін баралық. Енді достар, термодинамиканың бірінші заңын естеріңізде ме? Q тең дельта U плюс А ғой, я? Осы жерден дельта U тапсам, Q минус А бола салады достар, я? Q деген жылу мөлшері берілген маған, я? Ол қанша? 6.4 азайту 3.3 деп қоя салайын, 3.324 деп қоя салайын. Сол кезде қанша болады екен? 9.4, 6.4 деп жазып өттім. Так, 9.4 минус 3.324. Жасал не дейсіз? Аха, я 6.076 шықты да. Сол кезде дельта U тең 6.076 мегаджоуль ғой, яғни. Окей? Осылай бар ма достар? 3 примерно 6 нау болып тұр ғой, е? Жоқтап жіберген кезде, яғни. Сол кезде D нұсқасы болып тұр. Так, достарым, жалғастырамыз. Дыбыс шағылдыратын бөгетке дейінгі қашықтық 102 метр. Адам құлағына жаңғырық естілетін уақыт. Жаңғырықтың формасы қандай, достар? VT бөлінген 2 ғой. Бұл жерден тын тапсам, 2S бөлінген V, я? 2S дегеніміз 102 бөлінген V деген 340. Есептеп жерсем, 2 көбейту 340 бөлу, шатасын. 2 көбейту 102 бөлу 340 тең. 0,6 дейді достар. Сонда жауап бар ма достар? 0,6 секунд. 0,6 секунд деген жауап бергеніміз. Жалғастырамыз. Идеал жылу машинасы қыздырғышының температурасы тоңазытқыш температурасынан 3 есе артық болса, идеал жылу машинасының пәкі. Так, достар, Т1 бізде 3 есе көп дейді Т2-ден. Сол кезде, аль-апай, пәктің формасы қалай еді? Идеал жылу машинасының Карнот циклдің пәктің формасы қандай еді, аль-апай? Пәктің формасы қандай еді? Жылу машинасының. Өтірік айтпаңыздар. Т1 минус Т2 бөлінген Т1 еді, пәктің формасы. Дәл жерге қоя саламыз, достар. Сол кезде Т1-ға мен 3Т2-ні қойсам болады ғой? Минус Т2 бөлінген 3Т2, я? Сол кезде 3Т2-ден Т2-ні азайтсам, 2Т2 бөлінген 3Т2, я? Т2 мен Т2 қысқарып, 2-ні 3-ке бөлсем қанша болады? 0,66 болады, я? 2-ні 3-ке бөлсем 0,66, яғни периодты түрде алсалар кете береді ғой. Жуықтап алған кезде 0,67 деп алсаң, әбден болады емес пе? Так, жалғастырамыз. Так. Қыздар, терезеден шығып машиналарға айқайлап ұрсыңдаршы. Шуламасын. Ладно. Жоқ, жаппай қойыңыздар, ысып кетеді атым. С1 10 микрофарад, С2 15 микрофарад, С3 30 микрофарад болатын 3 конденсаторды тізбектей жалғасақ, осы жүйенің жалпы сыйымдылығы. Достар, естеріңізде ме, тізбектей конденсаторлар жалғаған кезде біз жалпы сыйымдылықты былай табатын едік. 1 бөлінген С жалпы тең, 1 бөлінген С1, 1 бөлінген С2, 1 бөлінген С3 деп табатын еді. Жасұлан, есіңізде ме? Мәнжі қойсақ орнына, С1 деген бізде 10 ғой, С2 деген 15 ғой, С3 деген 30 ғой, я? Ортақ бөлім ретінде бәріне 30 жасам бола ма, достар? Мынаған 1-ден, мынаған 2-ден, мынаған 3-ден, я? Өте дұрыс. Сол кезде 6 бола ма үстінде, достар? 6 бөлінген 30 болып тұр, я? 1 бөлінген 5 деп жасам болады, я? Сол кезде, достар, қараңыз, ұмытпау керек. Біз 1 бөлінген С жалпын таптық. Бұл бізде 1 бөлінген 5-ге тең болды, я? Ал С жалпын өзі неге тең болады? Я? 5 көбейту 1 бөлі 1 ғой негізі, бірақ 5 деп жазамыз. 5 микрофарад екен. Окей? Жалғастырамыз. Тізбекті қоректендіретін тоқ көзінің қысқыштарындағы кернеу 40 вольт, ал ішкі кедергісі сыртқы кедергіден 4 есе кем болса, ЭХК дейді, я? Алипа, свет жағып жібересіз бе, плиз? Кім? Ақырке? Қысқыштарындағы кернеу 40 вольт, ал кедергісі болса. Алипа, өшіре саншы, пожалуйста. Кешірім өтінем. Кешірім өтінем. Яркісі артамай деген ғой, сізім керісінше қарайып кетті ғой. Так, достар. В общем, кернеу бізде қанша дейді? U тең 40 вольт дейді, я? Және сыртқы кедергі, керісінше ішкі кедергі дейді, я? Ішкі кедергі сыртқы кедергіден 4 есе кішкентай дейді, я? Осы жағдай болса, осындай болса, бізге ЭХК-ны табыңыз дейді. Так, ЭХК-ның формасы қандай еді, аль-апай? ЭХК-ның формасы қандай еді, достар, я?
I жақшаның ішінде R плюс кішкентай R ғой. Осы жерден ше достар былай жазсам бола ма? Эпсилон тең жақшаны аш жесем ше IR плюс I кішкентай R ғой. Бірақ ше достар мен кішкентай R-дің орнына бар ғой. Мынаны әкеп қойсам болады ғой, иә? Сол кезде қандай формула пайда болады менде? IR плюс IR бөлінген 4, иә? Окей? Енді достар мына бір-біріне қоссам болады, екеуі де IR ғой, иә? Ортақ бөлім беремін. Ортақ бөлім неден болады? Мынаған 4-тен болады, иә? Сол кезде 5 IR бөлінген 4 болады, иә? Достар, жалпы IR деген нені береді десеңіз, ма? Юри деген формула бар ғой, бізде U тең RI деген, иә? Мына IR-дің орнына нені жазып қойсам болады, достар? U деп жазсам болады ғой? Сол кезде, ой, шатасым, астында 4 қой, иә? 5 көбейтілген U 40 бөлінген 4, иә? Сол кезде 50 болып тұр екен, достар, иә? 50 вольт болып тұр екен. Достар, түсінікті ме? Егер түсінбесеңіздер, мына видеоларды замедленно қойып қарасаңыздар болады, иә? Түсінесіздер деп ойлаймын. Жалғастырамыз. Бір-біріне перпендикуляр бұрыш жасап екі айнаны орналастырғанда бірінші айнаға 30 градус бұрышпен жарық түсті. Осы жарық бірінші айнадан шағылып, екінші айнаға түседі. Екінші айнадан шағылған сәуле мен айна арасындағы бұрыш табыңыз. Оу, қандай замудренный, да, ақерке? В общем, бірінші айнамыз осылай, окей? Қызыл айна бірінші айна. Екінші айнамыз осыған перпендикуляр, яғни осылай айна тұр, окей? Енді жарық бірінші айнаға 30 градуспен түскен ғой. Яғни осылай, иә? Мына жерде бізде вертикальмен есептеледі, иә? Осы бұрыш 30 градус деген сөз. Келісесіздер ғой, достар? Яғни ол десеген деген сөз 30 бен былай мынаған түседі деген сөз ғой, иә? Мынау да 30, достар, мен суретмен кішкене асимметрия болып қалды. Келісе берсер ғой, әлепай. Демек, достар, қараңыздар. Мына жер қанша градусқа тең? 60 градусқа тең ғой, иә? Мына жер ше, достар? 30 градусқа тең ғой, иә? Бізге сұрап тұрған бұрыш та осы, достар. Яғни не деп тұр? Екінші айнадан шағылған сәулемен айна арасындағы бұрыш. Яғни бұл айна шағылады ғой, достар, иә? Мына екі бұрыш тең ғой бір-біріне, 30 болады ол да, иә? Түсінікті ма, достар? Айна мен шағылған сәуле арасындағы бұрыш 30 градус деген сөз сол кезде. Хорошо? Так, жалғастырамыз. Шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалатын нүкте 6 секунд ішінде толық бір айналым жасайды. Нүктенің 4 секундта бұрылатын бұрышын анықтаңыз. Так, достар, бұны пропорция қылсам бола ма? Бір айналым деген әлепай қанша бұрыш? Иә, 2π ғой, дұрыс айтасыздар, иә? Яғни 6 секундта ол 2π бұрышқа бұрылса, 4 секундта қанша π бұрышқа бұрылады деп осы пропорция қылсам, иә? 2π көбейтілген 4 бөлінген 6 десем болады ғой? Сол кезде, достарым, қанша болып тұрса, есептей керек ау деймін, 2 көбейту 180 көбейту 4 бөлу 6 дей салайыншы. 240 екен, достар. 240 градус екен, окей? 240 градус деп ала салсақ та болады, немесе, достар, мынау бәрі 6 болса, 4 деген ол 3-тен 2-сі ғой, сол кезде 362-ге бөлсең, то есть 363-ге бөлсең 120 ғой. Оны 2 бөлігі ғой, 240 деп сөйтіп логикамен табассақ та болады, окей? Жалғастырамыз. Әліпай, қазір контекст бізге бір жақсылап оқып жіберсеңіз контекстті. Контекст бұл емес. Фокус аралығы 5 см фотоаппаратпен биіктігі 6 метр үйді суретке түсіргенде, оның пленкадағы биіктігі 24 мм болса, үйдің фотоаппараттан қашықтығы. Достар. Так, ең бірінші, достар, мен бұл фотоаппараттың ұлғаю коэффициентін тауып алайыншы, яғни кескіннің биіктігі бөлінген дененің биіктігі ғой. Кескіннің биіктігі қанша, достар? 6 метр екен, иә? Не көрдіңіздер ма? 6. Ал достар, шатасын. Кескіннің биіктігі керісінше пленкадағы биіктігі қой, 24 мм, достар. 24, оның минус 3 дәрежесі деп ашайын, достар, метрге айналдырған кезде, да? Окей? Соны ұмытпау керек. Ал дененің биіктігі 6 метр, иә? 6. Г осындай шықты. Енді, достар, біздің формуламыз қолданатын 1 бөлінген F тең 1 бөлінген F плюс 1 бөлінген D ғой. Енді маған F та D да айтылмаған, достар. Тек қана фокус аралығы ғана беріліп тұр, үлкен F ғана беріліп тұр, иә? Дальше не істесем екен? Әліпай. Г-ның мынандай формасы бар еді ғой. Кескін линза қашықтығы бөлінген дене линза қашықтығы, иә? Нені сұрап тұр, достар? Үйдің фотоаппараттан қашықтығы. Үйдің фотоаппарат. D-ны табу керек екен, иә? Демек осы жерден F тапсам бар ғой, достар, мына G-ді екеуі көбейтіледі ғой, иә? Достар. Сол кезде мәндерін орнына қойсам, F-ті былай ашсам болады, G деген менде 24 10-ның минус 3 дәрежесі шықты, бөлінген 6 көбейтілген D деп, иә?
Енді мына формамен жұмыс жасаймын. 1 бөлінген 5 см деген достар 0,105 я. Тең 1 бөлінген f-қа достар сразу мынаны әкеп қоямын достар ше. Сол кезде 24 10-ның минус 3 дәрежесі көбейтілген d я. Бөлу 6 ғой. Жасылар не істеп кетеді бөлу 6? Үстіне көбейту шығып кетеді я. Қосу 1 бөлінген d. Енді достарым қараңыздар. Мына жерін бұлын қосу үшін не істеймін? Ортақ бөлім беремін. Мынаға не жетіспейді достар? 24 10-ның минус 3 дәрежесі жетіспейді я. Сол кезде осы жерден қандай шығып тұр достар? Ортақ бөлім берсем, астында в общем 24 10-ның минус 3 дәрежесі d шығады ғой. Үстінде достарша, мына үстінде 24 бөлу 1000 қосу 6 тең 6 бүтін 1024 шығып тұр үстінде достар. 6 бүтін 1024 шығып тұр. Енді осы жерде маған d-ны табу керек достар. Сол кезде соңында менде қандай теңдеу қалды? Ақерке 1 бөлінген 0,105 тең 6 бүтін 1024 бөлінген 24 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі d қалды ғой я. Осы жерден d-ны тапсам 6 бүтін 1024-ті көбейтемін 0,105-ке, оны бөлемін 24-ке тең опа. Сол кезде 12-де 55 шығады екен достар. Осы жерден d-ны тапқан кезде 12,55 метрмен шығады екен достар я. Осы жауап бар ма достар? 12,55 метр. Осы жауапты белгілеңіз. Достар, надеюсь, түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде кішкене арифметикалық есептеулерді жазбай кеттік. Оларға өздеріңіз қарап аласыздар, окей? Жалғастырамыз. Кернеулігі 200 вольт бөлінген метр біртекті электр өрісінде орналасқан. 2-10-ның минус 5 дәрежесі кулон нүктелік зарядқа әсер ететін күштің мәнін анықтаңыз. Так, жазған формуланы есімізге түсірші. Помните, F тең Q деген формула бар еді, Q деген 2-10-ның минус 2 дәрежесі, E дегеніміз 200, я. Сол кезде қанша болады? 400 10-ның минус 5 дәреже ғой. 410-ның минус 5 дәрежесі ньютон деген сөз, яғни 4 миллиньютон деген сөз ғой, яғни, окей? Жалғастырамыз. 25 есеп. 20 градус Цельсий температурада электр шамның вольфрам пылының кедергісі 35.8 Ом. Егер шамды кернеу 120 вольт желіге қосқанда, одан 1.78 ампер ток өтетін болса, шам қылының температурасын табыңыз. Окей. Достар, помните, температураның кедергіге байланысты бізде формасы бар. Әлия, дайындалып отырыңыз, қазір контекст оқисыз. Кедергінің температураға байланысты формасы бар еді бізде, иә? Помните, R тең R0 1 плюс альфа дельта Т деген, яғни дельтаның ашық жазғанда Т2 минус Т1 деген формасы бар еді. Есімізде ме? Осы жерде маған бірінші не істеу керек қазір? R-ді тауып алу керек, иә? Басақұры осындай болған, енді R-ді тапқан кезде U бөлінген I ғой, иә? Мынау менде достар, мынау менде R0 ол, окей? Соны ұмытпау керек. U деген кернеу қанша? 120, I деген 1.78, сол кезде 120 бөлу 1.78 тең. Опа, 67,41 дейді достар. U бөлінген I, дұрыс жазып қой достар, иә? 67.4 деп қоя, 42 деп аласылайық, окей? Енді достар, мәнін орнына қоямыз, иә? Енді мына формамен жұмыс жасаймын достар. R деген менде әлия қанша шықты? 67.42 тең R0 деген менде қанша болды? 35.8 шықты, иә? Сол кезде 1 плюс альфа деген достар жазылып тұр, иә? 0,046 жақшаның ішінде Т2 осыны табу керек маған. Т1 достар менде 20 болған, иә? Осыны табу керек. Сол кезде достар не істеймін? Мына не қотыз достар бөліп өтеді ғой, иә? Сол кезде 67.42-ні бөлемін 35.8 ба? Тең. 1.88 шықты достар. 1.88, мына жақта не қалды? 1 плюс 0,046. Достар, мен табыр 0-ді ұмытып кеттім, табыр 0 бар екен. 0,1046 жақшаның ішінде Т2 минус 20 қалды, иә? Сол кезде достар, мына не қотыз болады, минус өткен кезде ол не өтеді меха? Азайтылады, иә? 0,88 болады ғой. Сол кезде Т2 минус 20 деген неге тең болады? Т2 минус 20 деген, сол кезде 0,88-ді бөлемін 0,0046-ға, иә? Сол кезде, опа, 191 шықты достар, 191 шықты. Енді 20-ны не қылып түсем, ояққа плюс өтеді ғой, иә? Сол кезде 191-ға 20-ны қоссам, қанша болады? Т2 тең, қанша болып тұр достар? 211 шықты, иә? 211 градус Цельсий шықты. Ну, достар, біз енді жуықтаулар көп болды, яғни ол 212 градус Цельсий деген сөз ғой. Хорошо? Алепай, контекст оқып жеріңіз. Достар, мұнда менің Әлия деген оқушым бар. Мені көрсе, ұйықтай береді.
Мен оның андай энергетический вампирмін ше. Қашан мен көрсе ол ұйықтап қала береді. Давайте, Али апай, бір оқып жіберіңіз. Адамдарға су температурасы ыңғайлы болу үшін оларды сағат мезгілінде әртүрлі жылдамдықта температура келеді. Әртүрлі тәсілдер кездеседі. Жылыту батареяларын орталық жылу жүйесіне қосуға болады, немесе көлденең қосуға болады. Бассейннің мөлшерлік биіктігі 60 см, ұзындығы 60 см, ал биіктігі 250 см. Бассейннің ішіне орнатылған батарея 220 вольт кернеу көзі қосылған. Балаларға арналған бассейндегі судың температурасы 30 градус болу керек. Окей. 26 сұрақ, иә? Так, Али апа, мен сізге бір микрофон беріп қояйын. Так, не қылайын? Қазір көрерменде есіме қалуы мүмкін. Маңыз. Нұрсан, ал жерге Али аға. Тағы баңыз. Қазір оқыған есіне қалып жатыр. Көрермендер жалпы жасап отыр, дауыс естілмейді деп. Тағы баңыз. Так, давайте бір 26 сұрақты оқып жіберіңіз, Али аға. Бассейнді жылытуға арналған әр батареяның қуаты 176 киловольт және оларда 2 сағат 5 минут ішінде судың температурасы жеткілікті деңгейге жоғарылатты. Әр батареядағы тоқтың күші мен тоқтың жасаған жұмысын анықтаңыз. Достар, әр батареядағы тоқ күшін мен былай тапсам ше, помните біздің пиу деген формамыз бар еді? Пиу деген. Өшерін айты тапсам, пи бөлінген ю ғой. П деген достар 1.76 кило деген сөз 1760 ватт деген сөз, иә? Қандай тоқ көзін қосылған деген жаңа контекстте? 220 вольт деді достар, иә? Көрдіңіздер ма? Юның орнына 220 вольт қойған кезде қанша шығады екен достар? 1760 бөлу 220. Опа, 8 екен достар, ровно 8 шықты. 8 ампер бар ма достар? Иә, 8 ампер шықты. Осы екеуінің біреуі, иә? Достар, ендеше бізде не дейді? Тоқтың жасаған жұмысы дейді ғой, иә? Тоқтың жасаған жұмысын табусын достар, А тең ПТ деп таба саламыз ғой. Қуат бізде 1760, иә? Көбейтілген. Енді достар, 2 сағат 5 минутта бізге не істеу керек? Секундқа айналдыру керек. 2 сағат деген бізде 1 сағат 3600 ғой, иә? Көбейту 3600, көбейту 2 тең 7200, 5 минут деген қанша секунд болады? Иә, 3 секунд болады, 3 секунд болады, иә? Осыған қосамын 300 тең. Опа, 7500 екен достар. 7500 осыған көбейтемін. Көбейту 1760 тең. 13 миллион 200 мың шығады екен достар. Жұмысымыз қанша шығады екен? 13 миллион 200 мың джоуль шығады екен. Яғни 13.2 мега джоуль деп қойсам болады достар, иә? Осына жауап бар ма достар? Осына жауап бар ма? Ау, бұндай жауап жоқ достар, өкінішке орай. 13.2 мега джоуль. Достар, біз есептеуін дұрыс жасадық па? Жаңа сағат дұрыс айналдырдық па? Бір қарап жіберіңіздер. Достар, сағат дұрыс айналдырдық қой, иә? 3600 көбейту 2 7200, 5 минут алпысқа көбейтсек 300 болады, дұрыс, иә? Қосу 300. Опа, тең 7500. Дұрыс шықты. Көбейту 1760. Опа. 13 миллион 200 мың шықты. Достар, демек біз бәрін дұрыс есептеген сияқтымыз, мәндерін дұрыс алдық, иә? Бұндай кезде не істейміз достар? Z деген жауап қосып қоямыз да. Тестте болса апелляция береміз ғой. Ау? Иә. Жомарт деген Z деген нені нұсқаны қосып қоямыз да. 8 ампер және 13.2 мега джоуль деп қойып қоямыз, окей? Осыны жауап қосып қоямыз. Бірақ енді Нұрсұлтан, сіз мысалы Н жауабын қосып қойсаңыз болады, окей? Али апай, Ақерке апай, сіздерге А жауаптар тұр итақта. Бассейндегі судың көлемі достар. Судың көлемі табу үшін жаңа бұл 4 бұрыш бассейн ғой енді, параллелограмм ғой. Оның көлемін табу үшін қабырғаларын көбейтеміз ғой, А, Б, H деп, сол кезде достар, қандай еді қабырғалар бізде? Вот не? 60, 625, 250 деп тұр. Бұлар метрге айналдырып ем. Яқта сантиметр кубпен ба, метрмен ба? Метрмен беріліпті да достар, сол кезде 60 сантиметр 0,6, иә? Көбейту 600 сантиметр 6 ғой. 250 сантиметр 2.5, иә? Тең. Опа. 9 метр куб деді достар. Бар ма сонда жауап? Д жауабын белгілеңіз, иә? Так, бассейндегі судың массасы. Достар, массаны табу үшін не істейміз? Рови ғой. Судың тығыздығы 1000 екен. Көлемі қанша болды жаңа, иә? Жаңа есеп таптық қой біз. 9 метр. Иә, 9 метр куб болды, иә? Сөзді көбейтсек 9000 килограмм, яғни достар, 9000 килограмм қанша тонна достар? 9 тонна, иә? 9000 килограмм бар екен достар. Килограмм шкаласымен, окей?
Бассейнді жартылай суға толтырып, қажетті 30 градус Цельсийға дейін қыздырды. Осы кезде су 94.5 мегаджоуль жыл алған болса, судың бастапқы температурасы. Достар. Қыздырғаннан кейін 30 градусқа жеткен да, соны қазір ұмытпау керек, окей? Дельта T, яғни 30 минус Т1 деп жазып қойын, достар. Осы ұмытпау керек, окей? Яғни формуламыз біздің қандай? Q тең MC дельта T. Q деген, достар, сразу орнына қоя салайық, 94.5 мега деген оның алты дәрежесі. Массамыз қанша шықты жаңа, достар? 9000 шықты, иә? 9000. Судың сысы, достар, 4200, иә? Мына жерге жақсаншын жазайын, 30 минус Т1 деп, достар. Окей? Енді, достар, қараңыздар, мына жақта дәрежелерді қысап тастайыншы, достар. Мына 3-0, мына 4-2 деймін да, мына қысап тастайын, достар. Окей? Сол кезде мыналар мына жақта көбейту болып тұр ғой, иә? Теңдік нәбетін өтсем, олар бөлу өтеді. Сол кезде мен 94.5-ті бөлемін 9-ға, бөлемін 4.2-ге, иә? Тең. 2.5 шықты, достар. 2.5. 2.5 тең 30 минус Т1 шықты да. Сол кезде Т1 неге тең деген сөз, достар? Отыздан минус 30 дейсің. 27.5 деген бар ма, достар? 27.5 градус Цельсий деген сөз ғой. Яғни жуықшамен 27 ғой, достар, иә? Біз кейбір мәндерді нақталып кеткен болуымыз мүмкін, жуықтамаймын, но 27 градус Цельсий болған екен. Но и так-та өзі нормально екен ғой, 2 градус Цельсий онша қатты білмейді, иә? Бассейнді жылытудың жоғарыдағы әдісіндегі жылу алмасудың түрі. Достар, бұл жылу ағыстар, иә? Сұйықтар мен газдарда болатын жылу ағысы. Ол қандай ағыс түріне жатады? Конвекциялық ағыс түрлері, окей? Конвекциялық ағыс түріне жатады. Ну, точно сәуле шығару емес, иә? Жылу өткізгіш емес. Конденсациялану. Конденсация деген не, достар? Конденсация деген не, достар? Конденсация будың суға айналуы. Окей, фазалық ауысу будың суға айналуы. Так, достар, 31-ші сыныпқа келдік. Көбіміз қалды есептер, енді жалғастырайық. Алипа, давайте бір экранға дауысын шығарып қалсаңыз, оқып жіберіңіз. Дене қозғалысы кезіндегі салмағы мен оның тыныштықта салмағын сәйкестендіріңіз. Еркін түсу үдеуіне қарама-қарсы үдеумен бағытталған. Стоп. Достар, қараңыздар, тыныштықта оның салмағы П тең МЖ ғой, иә? Еркін түсу үдеуіне қарама-қарсы деген сөз, ол жоғары көтеріліп жатыр деген сөз. Жоғары көтерілген салмақты формасы қандай еді? G плюс А. Салмақ артып кетеді ол кезде, иә? Демек, достар, не дейміз? Тыныштықтағы салмағынан артық. Дұрыс қой, тыныштықта мынау ғой, достар, иә, МЖ ғой. Қозғалыста мынау. Мынаусы көп екен белгілі ғой, енді G плюс А екен. Сол кезде тыныштықтағы салмағынан артық деген А нұсқасын белгілеймін, окей? Еркін түсу үдеуімен бағыттас 5 метр секунд жылдамдықпен бағытталған дейді, иә? Үдеуімен бағыттас. Достар, мына 5 метр секунд жылдамдықпен деген сөз, яғни V констант болып тұр ғой, достар, иә? V констант кезде А тең 0-ге тең ғой, білесіздер ғой, достар? Яғни бұл жерде салмақтың өзі сол mg болып қала береді, g плюс А дегенде 0 болады бәрібір, минус плюспен, иә? Сол кезде не болады? Өзара тең деген жауапты белгілеймін. Окей? Так, жалғастырамыз. Сәйкестендіріңіз дейді, иә? Тербемелі жүйенің жиелігі мәжбүр етуші күштің тербеліс жиелігімен дәл келгенде еріксіз тербеліс амплитудасының күрт өсу құбылысы. Достар, не еді бұл? Амплитуданың өсуі резонанс, иә? Екі жиіліктің сәйкес келуінен амплитуданың күрт асуы резонанс деп айтылады. Так, достар, жоғары жиілікті тербелістер параметрлерінің бірін төменгі жиілікке қамтитын қондырғы, ол бізде, достар, модуляция деп айтады, окей? Модуляция дегеніміз жоғары жиілікті толқындардың басқару үшін оларды төменгі жиілікке сәйкестендіреді, яғни дыбыс толқындарымен, окей? Сондай бір аппараттың түрі, оны біз модуляция деп айтамыз, құбылыс яғни. Электрплитаның сымын жөндеді. Осы кезде электрплитаның бөліп шығаратын жылу мөлшерін сымның күюімен сәйкестендіріңіз. Сым қысқарса дейді, достар, иә? Енді, достар, қараңыздар, бүкіл электр құрылғылары бізде тұрақты кернеуге арналған. Оның жылуын есептеген кезде U квадрат бөлінген R көбейтілген Т-ні қолданатынды ұмытпау керек, иә? Яғни сым қысқарған деген сөз бізге нені айтып тұр, достар? Мынау R тең ρ L бөлінген S айтып тұр. Осыны мына R-дің орнына қойсам, достар, сол кезде мен мына жерге былай жазамын, ρ L бөлінген S үстінен шығып кетеді ғой. Яғни сым қысқарса деген сөз, ұзындығы қысқарса, жылу мөлшері не істейді екен? Артады екен, иә? Артады деген жауап берейін. Ал сым ұзарса дейді, достар, дәл осы формула, иә? Мына былай көшіре салайық. Көшіре салайық. Енді керісінше, бұл не істеген?
мынау керісінше болған, иә. Ұзарса деген сөз, яғни ол ұзындық артты деген сөз, ол ұзындық артса жылу мөлшері не істейді, Алия? Артады. Кемейді, екеуі кері пропорционал. Екеуі кері пропорционал. Кемейді деген жауапты белгілейміз, хорошо? Достар, осы есепте өткенде бір есепте болды ше, осы есеп сол кезде дұрыс жауап шыққан жоқ, окей? Иә, сол қазір көрейік тағы, қазір мына жерде өзгеріп берілгендер берілуі мүмкін. Алипа, оқып жіберіңіз. Екі дененің қозғалыс теңдеулері осындай. Осы денелердің ара қашықтықтарын уақыт мәндерімен сәйкестендіріңіз. Окей. Алипа, пожалуйста, 2х режимді қосыңыз, хорошо? Денелер арақашықтықтары 10 метр болады деген сөз не деген сөз, достар? Яғни екеуінің арақашықтығы x2 минус x1 10 болды деген сөз ғой. Да? X минус x0 деген сөз ғой, яғни. Сол кезде, достар, орнынан қояйын, x2 деген менде мынау, достар, иә? Сол кезде минус 6t плюс 2t квадрат. Түсінікті ма, достар? Енді мына жерде минус тұр ғой, достар, иә? Мынаның алды минус болып қазір жақшамен ашылады, достар, соны ұмытпау керек. Окей? Сол кезде минус 10 минус 0,4 t квадрат деп жазамын, иә? Тең 10 деймін, достар. Енді, достар, тағы не істеймін екен? Ау? Иә, солай істесем болады. Мына 10-ны не өткізе салайын, достар. Енді t квадраттар біріктейінші. Плюс 2t квадрат минус 0,4t квадрат қой. Олардан қанша шығады? 1,6 t квадрат шығады, иә? Минус 6t-ның өзі қалады, иә? Минус 6t. Сол кезде, достар, мына яқтағы 10 мына жаққа минус өтеді ғой. Минус 10, сол кезде минус 20 тең 0 болып тұр, иә? Бұл жерде дискриминант тапсақ, достар, иә? Дискриминант b квадрат минус 4 асы ғой. b квадрат деген бізде 36, иә? 36. Минус 4, достар, минус 4 асы, сымыз бізде минус болып тұр ғой. Сонымен сразу плюс деп жазып кетіп жатырмын, достар. Окей? 4 а с. Достар, что-то шығатын сияқты, өткені шықпаған сияқты бізде, иә? 4 көбейту 1,6 көбейту 20 тең 128 қосу 36 тең 164 түбірі 12,8 екен, достар. Дұрыс естіден ғой дискриминант, достар, иә? b квадрат минус 4ac. Так, 4 көбейту 1,6 көбейту 20 тең қосу 36 b квадрат 36, иә, дұрыс. 164 түбірі. 12-де 8, достар, 13 деп ала берейінші, достар, иә? 13 деп алып атырмын да, түбірін ше сразу. Дискриминанттың түбірі. Сол кезде, достар, мен t1, t2-ні тапқан кезде ше не істеймін, достар? Ол минус b, бұмыз бізде минус 6 ғой, иә? Минус b, мына яқтықпен плюс болып кетеді. Плюс минус түбірі дискриминант түбірін сразу жазып қойдым, достар, 13 болды да ол бізде. Бөлінген 2a, 2 көбейтілген 1,6. Енді, достар, мына яқтан минусын алмаймын, иә? Минусын алсам, уақыт минус шығып кетеді ғой. Уақыт минус болмайды бізде. Сол себепті плюсын ала берейін сразу. 13 қосу 6 тең бөлу 2 бөлу 1,6 тең. Опа. 5,9 ұшыр. 5,9. 5,9 шықтыр, 6 деген сөз, яғни. 5,9 секунд. Яғни, примерно 6 секунд шықтыр деген сөз, ондай жауап жоқ болып тұр, иә? Соны қазір мен 13 деп жуықтап алды, соны қайтадан не істейші мен? 4 көбейту 1,6 көбейту 20 тең қосу 36 тең түбірі 12,8 шықты, окей. Қосу 6 тең бөлу 2 бөлу 1,6 тең 5,8 шығып отыр, бабыш. 5,8 6 жұқты болады ол, иә? Сол кезде, достар, мынаудай некорректный ше, өткенде бізде шықпай қалған негізі бұл есеп. Хорошо? Яғни, нұсқасын қосып қоя салайық, иә? Яғни 5,8-ді 5-ге жуықтау ол вообще ондай жоқ, иә, негізі. Біліп тұрсыздар ғой, жуықтауда негізі үлкен қарап жуықтаймын, сол себепті z нұсқасын қосамыз да 6 секунд деп жазып окей? Екіншісі, денелердің арақашықтығы 90 метр болады дейді, достар. Дәл осыда тек қана жер 90 болады, достар. Окей? Сол жер 90 болады. Енді ол кезде ше, достар, мынау сол жер жазып, мына көшіп әкеле салайын ба? Көшіп әкелмейін. Дубликат жасайық, иә? Өзгеше, достар, тек қана жер 90 бола салады, иә? Сол кезде сол 1,6 t квадрат қалады, иә? Минус 6 t қалады, иә? Сол кезде минус 90 мына жаққа плюс 90 болып өтеді ғой?
ой, то есть плюс 90 минус 90 болып өтіп, минус 100 болады, иә, тең 0. Дискриминант тауып көрейік достар. b квадрат 36, плюс деп жазып кетемін достар сразу, 4, 1.6, көбейтілген 100, иә. Сол кезде қанша тұр достар? 4 көбейту 1.6 көбейту 100 тең. Қосу 36 тең. 676, опа, түбір 26. О, мына жақтан шықты достар, 26 шықты. Ровно 26 шықты түбірден. Енді түбір 2-ні табу үшін, достар, не істейміз? Минус b, 6 деп жазамын, иә. Плюс минус дискриминант 26, бөлінген 2a, 2 көбейткен 1.6. Плюсын аламын достар, иә, минусын алмай. Сол кезде қанша болады? 6 қосу 26 тең, бөлу, сразу 3.2 тең, опа, 10 секунд тең бар ма достар? 10 секунд. О, мынаусы шықты достар, иә. 10 секунд деп осысын белгілейміз. Достар, түсінесіздер ма? Нұрсик, it's okay? Жаңа несінен біріншіден қателеспедік қой достар, иә? Келесі. Жалғастырақ, радиоқабылдағыш контуры 50 метр толқын ұзындығында жұмыс істейді. Толқын ұзындығының мәнін түрлендіру үшін қабылдағыштың тербелмелі контурының мәндерін өзгерту тәсілдерін сәйкестендіріңіз дейді. 50 метр толқын ұзындығында жұмыс істеу үшін ол қабылдағыштың символ индикатор. Окей, достар, формуламен ашу керек екен, иә. Толқын ұзындығының формуласы бізде СТ ғой, ал Т-ның формуласы 2π түбір астында LC, иә. Түсінді достар. 25 метр деген сөз, мынау 2 есе азаю керек деген сөз. Ұзындық, иә. Солай ғой достар. Ұзындық 2 есе азаю үшін период 2 есе азаю керек. Период 2 есе азаю үшін мына L мен C қанша есе азаю керек? 4 есе азаю керек. Түбір астында ғой, иә. Сол кезде либо индуктивтілік, либо символ 4 есе азаю керек. Қай жауабы бар достар бізде? 4 есе азаю керек, иә. Индуктивтілік D-сы бар екен, иә. Окей? Так, енді. Мына жақта дәл осыны сұрап жатыр, мына формамыз көшіріп әкетіп салайық достар, иә. Достар, мына жерде дәл осы жағдай болып тұр ғой, иә. Бірақ енді бұл жерде не деп жатыр? Бұл жерде, бұл жерде керісінше 50 еді ғой бастапқыда, иә. Арттыру керек болып тұр достар. Яғни арту үшін бізде лямбда арту үшін период арту керек. Период арту үшін мына L мен C қанша есе арту керек? 4 есе арту керек, иә. Түбірден 2 шығып кетеді. 4 есе арту керек деген бар ма достар? Вот символ 4 есе артыру керек деген бар екен. Индуктивтілік 4 есе артыру керек десе, ол да біздің жауабымыз негізі, бірақ ол жауап жоқ бізде, окей? Жабық ыдыста қысымы 30 килопаскаль, температурасы 27 градус Цельсий газ бар. Осы газдың минус 10 градус Цельсий температурада қысымын анықтаңыз. Жабық ыдыс қандай процесс? Изохора, иә? Изохора кімнің заңы достар, помните? Шарль заңы. Формуласы қандай еді? P1 бөлінген T1 тең, P2 бөлінген T2, иә? Осы жерге мәнін қойсақ, P1 деген бізде 30 болған, иә? Килопаскальмен кетіп жатыр достар. Температурасы 27 градус Цельсий кельвинмен 300 кельвин болған, иә? Сол кезде қысым екіншісін білмейміз. Газ қысымы минус 10 градус Цельсий қанша деген сөз ол? 260 ба? Кельвинге алдырған кезде 260 деген сөз, иә? Осы жерден P2-ні тапсақ, аляпай неше болады? 30 көбейту 260 бөлу 300, иә? 26. Ол. P2-мізде 26 шықты. 26 килопаскаль екен біліп тұрсыздар достар, иә? Потому что бізде 30 килопаскальмен алынды, иә? Жауабы. Алепай, 2х режимі оқып жүрсеңіз. Индуктивті катушкадағы тоқ күші 1-2 секунд уақыт аралығында 2 амперге өзгергенде индукциялық ЭКК 0,4 милливольт болады. Жазық ауа конденсаторларындағы пластинаның ауданы 50 см квадрат. Пластиналардың ара қашықтығы 3 мм болса, бұл катушканың тербелмелі контуры қандай ұзындықтағы толқынды қабылдайтынын анықтайды. Достар, жүрсің қайда? Формуламыз, в общем, жаңағы ғой, лямбда тең С ғой достар, иә? С деген достар, ұмытпау керек, жарық жылдамдығы ше. Ал периодтың формуласы бізде 2π түбір астында LC ғой. Мұндағы қысымыз достар, қызылмен жазып қояйын, бұл не? Бұл не С деген сөз достар? Сыйымдылық. Окей? Сыйымдылықты табу үшін эпсилон 0, S бөлінген D ғой. Ал енді достар, тағы не айтты бізде? L-ді табу керек, L-дің орнына бізге I және эпсилон берілгенде уақыт берілген. Помните бізде электромагнит индукция құбылысы үшін Фарадей заңы бар еді, эпсилон тең Li бөлінген T дегенше. Осы жерден I табыламыз достар. I тапсақ не болады? Ет бөлінген L болып тұр ғой, иә? Сөйтіп есептейік достар ше.
Так, маған ұзақтау екен. I тең E деген, E деген бізде 0,4 иә, 0,4 10-ның минус 3. T деген қанша? 1.2 иә? 1.2. L деген индуктивтілік. Достар, sorry, что-то шайып кеттім. Мына жерде негізі біз индуктивтілікте емес, тоқыш емес, индуктивтілік табу керекпіз ғой, иә? Мына жерде мен екеуін ауыстырып қойыппын ғой, достар. Ничего, екеуін орнына ауыстырып салып. Сол кезде мынау менде L да, мынау менде I достар. Біз индуктивтілік тауып жатырмыз, окей? I деген бізде қанша еді? 2 ғой, иә? Осы есептесе қанша болады? 0,4 көбейту 1.2 бөлу 2 тең. Опа, 0,24 достар. 0,24 10-ның минус 3 дәрежесі шықты. Енді сыйымдылықты естейміз достар. Мына жаққа жаза берем тең деп, иә? Сыйымдылықты естейміз. Эпсилон деген бізде бар ма достар? Ауа конденсатор ме еді? Қандай еді, Алия? Қай жерде тұр олай? Міне ауа конденсатор. Ауа болса эпсилон 1-ге тең, иә? Эпсилон 0 жазып кетсамыз 8.85 көбейту 10-ның минус 12 дәрежесі. S деген аудан бізде неше тең, достарым? 50 сантиметр квадрат. Яғни достар 50 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі, иә? Метр квадратқа айналдырған кезде. Қалыңдығы, ары қашықтығы 3 мм деп тұр ғой, иә? 3 10-ның минус 3 дәрежесі. Так, дәрежесін тек достар, астағы минус 3-тен плюс 3 болып өтеді, иә? Минус 4 плюс 3 минус 1 дәрежесі, сол кезде 10-ның минус 13 дәрежесі болып тұр, иә? 10-ның минус 13 дәрежесі. Коэффициенттеріне келсек, 8.85 көбейту 50 бөлу 3 тең. Опа, 147,5 достар. Семей қалып меха, иә? Так, ничего. Сырып қалса, иә? Сырып. 147-де 5 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі шықты, иә, достар, сыйымдылық. Минус 13, иә? Минус 13, Енді, достар, не істейміз? Енді периодты табамыз, достар. Периодтың формасы жазып қойдық біз, иә, осымен. 2 пи сразу 6.28 деп жаза берейін, иә? Түбір астында L деген менде 0.24 шықты ма? 10-ның минус 3. Сыйымдылық қанша шықты? 147-де 5, 10-ның минус 13 дәрежесі шықты, иә? Минус 13, минус 3, минус 16, минус 16, минус 8 дәрежесі шығады, иә? Енді ішіне коэффициентті есептейік. 147-де 5 көбейту 0.24 тең түбірі, опа, көбейту 6.28 тең. 37-де 36 шықты, достар. 37-де 36 көбейту 10-ның дәрежесі қанша деді жана? Минус 8 деді па? Минус 8 дәрежесі секунд шықты. Енді достар не істейміз? Енді лямбдадан табамыз. Лямбданың формасы осы, иә? С-ті. Мұндағы С деген не? Алия? Жарық жылдамдығы. Жарық жылдамдығы бізде 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі. Соны шатасыр болмау керек, иә? 37-де 36 көбейту 10-ның минус 8 дәрежесі. О, минус 8 плюс 8 қысқарып, көбейту 3 дей саламыз. Сол кезде 112 достар. 112 метр шығады екен, достар. Яғни, достар, енді жуық шамамен ғой, иә? Біз енді жуықтармен нақты алдық, сол себепті 110 метр белгілей береміз, иә? 110 метр. О, 112 метр бар екен, достар. 112 метр бар екен, осыны белгілейміз. Немесе километрген аларсақ, мыңға бөлсек 0.112 шығады, иә? Окей? Осы жауапты белгілейміз. Сабыр, 2 есеп қалды, достарым. Алипай, 2х режиммен осы етті оқып жерсеңіз. Только жылдам. Горизонтқа 45 бұрыш жасай 12 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған доп лақтыру нүктесінен 9 метр қашықтықтағы қабырғаға серпінді соғылды. Доптың лақтыру нүктесінен және қабырғадан жерге түсу қашықтығы. Достар, қараңыздар енші. Бір дене осылай атылған, достар, окей? Қандай бұрышпен дейді? 45 градуспен дейді. Қандай жылдамдықпен? 12 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған дейді. Енді осы барып, мына жерде бір қабырғаға соқтығысқан, енді белгісіз қай жерден соқтығысқан, окей? Ол негізі былай түсу керек еді ғой, иә? Соқтығысқанда ары қашықтығы қанша дейді? 9 метр деп тұр ғой, иә, осы жер. Сол кезде мынау мынаған соқтығысқан кезде қайтадан кері қайтады ғой, достар. Кері қайтқан кезде мына симметриясымен қайтады. Мына бару керек еді ғой, иә? Дәл сол қашықтық былай түсе салады, окей? Сол кезде мен, достар, бірінші не істей саламын, оның максимал ұшу қашықтығын таба салайыншы. В0 квадрат синус 2 альфа бөлінген G деген форма, помните? Сол кезде x max в0 квадрат бізде 12-ның квадраты көбейтілген синус 2 альфа. Синус 2 альфа, синус 1 альфа 45 болса 2 альфа 90, иә, ол кезде 1-ге тең ғой. Бөлінген 10. 14.4 метр шықты. Достар, қараңыздар. Негізі осы ұзындықтың бәрі 14.4 болу керек екен, иә? Демек, мына қашықтық неге тең, достар, айтыңыздаршы? 5.4. Мынаған тең ғой ол, иә? Получается, мына жағы менде қанша деген сөз? 5. Не деңіздер? Минус 9 тең. 5.4 деңіздер, 5.4 метр екен. Окей? Яғни, мына жағы доптың лақтыру нүктесінен және қабырғадан жерге. Қабырғадан жерге дейін қашықтық 5.4 шықты, иә?
5.4 деген жауап белгілейміз. Ал енді достар, атылу нүктесі түскен жерге деген қашықтық ше. Ал? 14 точка. Яғни достар бізге мынау қашықтық сұрап тұр, мынау қашықтық қанша деп осы қашықтық сұрап тұр ше. Бәрі 9. 9-дан нені азайтамыз? 5.4 азайтамыз, 3.6. Мына жасынан бәрін біліп тұр ше. Демей отыр, бәрін біліп тұр жасынан. 3.6-ны белгілейміз. Окей? Түсінікті ма достар? Жалғастырамыз. Али апай 2х режимін оқып жіберіңіз. Толқын ұзындығы 0,5 микрометр болатын жарықтың екінші реттік дифракциялық максимумы 30 градус бұрышпен түсу үшін дифракциялық тордың 1 миллиметрдегі штрих саны. Жарықтың екінші реттік дифракциялық максимумы 30 градус бұрышпен түсу үшін жарықтың екінші реттік дифракциялық максимумы түсу үшін тордың штрих саны дейді. В общем, формула достар білесіп қалды. Бітіресайға d синус альфа тең калямы да ғой. Енді достар d-ны ашамыз, d-ның формуласы неге тең еді? L бөлінген n ғой, сол кезде қойған кезде L синус альфа бөлінген n тең калямы да болып тұр ғой. Осы жерде мен нені табу керекпін? n-ді табу керекпін. Сол кезде L синус альфа бөлінген калямы да болып тұр ма? L деген бізде 1 миллиметр, 1 көпке 10-ның -3 дәрежесі. Синус альфа енді максимумын сұрап тұр ғой достар. 30 бұрышпен деп тұр екен ғой. Синус 30-дан 0,5 па достар? 0,5, К деген екінші реттік деп тұр ғой достар, міне. К деген 2-ке тең. Лямбда деген 0,5, микро деген 10-ның -6 дәрежесі. Мына қысқарып сол кезде 0,5 10-ның 3 дәрежесі, яғни 500 деген сөз достар, 0,5 10-ның 3 дәрежесі 500 ғой достар. 500 белгілейміз. Жасик, соңғы есеп қалды. Не деді? Міне ана бір есеп бар, Жасик. Шыдашиш, өте оңай есеп. Ладно, құрметті достар, Жаслан деген красавчик бала біз пакетін кетіп жатыр. Ағығы сіз сабыр сақтаңыз, бір есеп қалды. Так, Али апай, давай оқып жіберіңіз. Кедергісі 36 оң өткізгіш сымды 3-ке бөліп өзара параллель жалғаса жүйе кедергісі. 36 оң болды, Осыны 3-ке бөлген кезде достар қараңыздаршы. 36 оң болған ғой жалпысы, Мына мен 3 бөлікке, бірдей бөлікке бөлсем, қандай да бір R деген әрқайсысының кедергілері пайда болады, 12. Нұрсама есеп түсінікті ма? Сол кезде мына тізбектеп жалғанып тұр деген сөз ғой, сол кезде 36 тең R плюс R деп жазып қойсам бола ма? Сол кезде 36 тең 3R болып тұр да. Бұл жердің әрқайсысының кедергісі қаншадан болып тұр? 12 омнан болып тұр, Енді осы 12 омды не істеген? Параллель жалғаған. Параллель жалғаса естеріңізде ме достар? Біз 1 бөлінген R жалпы тең 1 бөлінген R1, 1 бөлінген R2, 1 бөлінген R3. Параллель. Осы табатын едік, Сол кезде бәрі 12 болса, 1 бөлінген 12 плюс 1 бөлінген 12 плюс 1 бөлінген 12 дей саламыз, сол кезде 3 бөлінген 12 ғой, Сол кезде R жалпының өзі неге тең болады? 12 бөлінген 3-ке, яғни 4 омға тең болады, 4 ом деген жауап бар ма достар? D және S-ны нұсқалар екен, Достар, осымен біз сіздермен нұсқалы талдау марафонымызды аяқтадық. Бүгінгісін бұйырса келесі сабақта саламыз. Достар, сіздердің өтініш, мен видеоларымды қарап алсаңыздар, кішкене сіздерге пайдасы тигізсе, лайк, комментарий басып, достарыңызбен бөлісіп отыруларыңызды өтінемін, потому что бұл алгоритмдер менің видеомды таралу ауқымына әсер етеді. Сосын достар, араларыңызда YouTube-тың алгоритмдерін түсінетін адамдар болса, комментарийға жазып жіберсеңіздер, қалай осы каналды дамытуға болатынын. Сау болыңыздар.